Кешіре берсең, қадірің қалмайды екен. Сыйлаған сайын, иілген сайын қадіріне де жетпейді екен. Шалқайғанға шалқай, төбен көкке жеткенше, иілгенге ел, басым жерге жеткенше деп бекер айтпаған екен ау. Күйеу балаң жақсы болса, олды болдың. Жаман болса, қызыңнан айырылдың. Бір-бірімізді көре алмайтын емес, көре алмаса тұра алмайтын мұсылман болайық. Адам мәртебесімен өлшенбейді, адам құндылықтарымен өлшенеді. Сыйластық ол ең үлкен иманның дәрежесі. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Кешірілмейтін істер бар, ұмтылмайтын сөздер бар, жақындарыңның бәрі жатқа айналатын кездер бар. Адам біреуге риза болса, кемшілігін көрмейді, ал біреуге ренжісе, жақсылығын көрмейді. Кейде ішің толып қалғанда, мән беріп, түсініп тыңдап отыратын адам болса ғой деп, тағы күрсініп қоясың. Кешегі күні дүниеден өткен адамдар, ертеңгі күні де өмір сүреміз деп ойлаған. Бір кем жалған дүние. Есеюді қатты қалаған бала қазір жүр балалығын қайтара алмай. Өз бағаңды көтеру үшін біреудің бағасын түсіріп керегі жоқ. Бізді жақсы көргенсіп жүргендерге сеніп жүргенсіп жүре береміз. Іші тар адамдар өздерінің қолынан келмейтін тірлікті сынағанды, өздері жете алмаған адамдардан кемшілік іздегенді ұнатады. Ондайларға қанша қиын болса да назар аударма. Адам үшін өзгермейді. Кей адамдар пайда үшін 200-лікті жөн дейді. Ақмақтар жақсылықты түсінбейді. Бар кезінде бағалай біл барыңды. Өткен уақыт өлсең де оралмайды, қайтып келмейді. Жақсылықты жағалап, барды жүрсең бағалап, жүрегіңде сабырмен болса егер қанағат, керегіңді шамалап, Алла берер саған ақ. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында деген мақалды қазақ атам тауып айтқан ғой. Жақсы керемет адам деп ойлап жүргенің, ойлағаныңдай болмаса қиын екен. Алла баршамызды 200-ліктен сақтасын. Алла бәрін реттеуші. Кейде жаным тыныштықты қалайды. Мені кейде тілділерден тілсіздер жақсы түсінетін сияқты. Қанша жақсылық жасасаң да қадіріңді білмейтіндер жүрегіңді ауыртады екен. Сенің қадіріңді білетін жан және сені жақсы көретін жан саған айтқызбай-ақ көңіл бөледі, хабарласады. Көңіл деген нәзік нәрсе, абайлау керек. Сенің қадіріңді білетін адамды бағала. Сені ештеңеге қарамастан жақсы көретін адамды бағала. Өмірде қадіріңді білетін адаммен бірге болсаң, бақыр басың 6 күнде төрге шығады. Қадіріңді білмейтін адаммен бірге болсаң, алтын басың 60 жыл босағада жатады. Сол үшін жүректі емес, ақылға жүгініп, таңдау жасау керек. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқарып алыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Кім өмірде мәңгілік тұрақтаған, күні жетсе жан тәннен жырақтаған. Бастықпын деп, баймын деп кеуде керме, көр мен төрдің арасы бірақ қадам. Қонақ келеді, кетеді. Дүние жалған, бірде бар, бірде жоқ. Адамгершілік мәңгілік өлмейді, өшпейді. Қандай тілде болса да ең керемет, ең әдемі сөз, мен сені кешірдім. Кісілігін жоғалтпаса, жауыңның қайсы бір иттігін кешіруге де болады. Еңбек етіп жүрсеңде таппайтыным, біреулерге тағы бар жақпайтыным. Қанша жерден адалмын дегенменен, жан табылар арыңды таптай тұғын. Барлығымен сыйласа білгеніңмен, адамдарға жақын болып жүргеніңмен,
Жақсы болып тұрсаң да біреу сенің кемшілік іздеп тұрады бір жеріңнен. Өзің түзе, өзіңнің тағдырыңды, жақсы іспен көркемде әр күніңді, арпалысып ақымақ адамдармен еш уақытта кетірме қадіріңді. Көңіл аударып қайтесің әрбіріне, жүрмейді ешкім жаныңда бәрі бірде. Жағамын деп бәріне тырыспай-ақ, өз өміріңді өзің сүр, мәнін білде. Ауырсаң шыда, көзіңнен жас тамса сүртіп таста. Қиналсаң төзе біл, және әр қашан есте сақта, бұл өмір. Күндердің тез өтіп кетіп жатқанына таң қаласың. Кейін мұның күндер емес, өмірің екенін аңғарасың. Аузыңызды ашудың орнына көзіңізді ашыңыз. Бақыт деген не? Бақыт дегенді біреулер мансап, біреулер байлық, біреулер махаббат дейді. Бақыт деген жүректің тыныштығы. Жүректің тыныштығы ол алаңсыз өмір сүру. Адамды ойласаң ауырасың, Алланы ойласаң сауығасың. Жүрек Алланы ойлаумен тыныштық табады. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Өзіңіздің бірегей екендігіңізді мойындаған кезде, өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмас. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Өзіңізге деген көз қарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Сезімдердің патшасы бірде тәтті, бірде ащы. Кейде түсінікті, ал кейде түсінбей шаршайсың. Махаббатсыз өмір жоқ сияқты. Сүйесің, сүйікті боласың, енді бірде танымастай кете барасың. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау парызыңыз. Бір адамның тілінде бал болады, бір адамның тілінде тұз болады. Бал жаққандар жігеріңді оздырады, тұз жаққандар жүйкеңді тоздырады. Барлық адамның бір-біріне ұқсамайтын өмір хикаясы болады. Бірақ ең қызығы, әркім өзнікін жасырып, елдікін айтуға құмар. Ешқашан сүрінген мен бөлінгенді сөз етпе. Өмір алма кезек.